Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, ат үстіндегі әңгіме. Бүгін бізде қонақта жасанды интеллектті дамытып жүрген елімізде халықтың барлығын осы жасанды интеллектке тартып, үйретіп, оқытып жүрген Думан және Нұрғанат. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдіңдер ат үстіндегі әңгімеге. Бірінші мынадан бастайық. Қазіргі таңда ел президенті жасанды интеллектті дамытыңдар, жасанды интеллектпен жұмыс істеңдер. Болашақта бұл жасанды интеллект деген бір сөзбен айтқанда бүкіл елге, бүкіл мемлекетке керек болады дейді. Енді сендерді осы жасанды интеллекттің қазіргі маманы деп шақырдық. Солға біледі, халықты үйретіп жүрсіңдер, халықты осы дүниеге тартып жүрсіңдер. Енді көбісі біле бермейтін шығар, бірақ шынымен де жасанды интеллектпен сендердің жасаған дүниелерің көп. Мен де өзім әрдайым қарап отырамын, мысалға қажет деген жобаларың шықты жақында. Сол қажет жобасында осы жасанды интеллектті үйретіп жүрсіңдер деген сияқты. Жалпы жасанды интеллект деген не ол өзі? Түсіндіріп берсеңдер толыққанды. Себебі көбісі бұны тек қана видео жасау деп біледі. Ал шын мәнінде Жалпы жасанды интеллект мынау әлемде жалпы өркениеттің даму кезеңдері болады ғой. Мынау ең жақыны бізге мынау интернеттің пайда болуы. Өткен ғасырдағы интернеттен кейін мынау компьютерлердің жаппай қолданысқа енуі. Сосын әлеуметтік желілер, мынау Фейсбуктың 2004 жылы пайда болуы, бұл ашықтыққа, адамдардың қарым-қатынасының бір жаңа деңгейіне шығарып жіберді. Түгел бизнеске бәріне әсер еткен еді. Бірақ 2022 жылы ChatGPT, яғни OpenAI компаниясының бұл бұрқ етіп ашылды да бір аптаның ішінде 100 миллион қолданушыны жинады. Ал жасанды интеллект дегеніміз бұл одан бұрын өткен ғасырда, яғни 60-шы жылдар пайда болып қойған нәрселер. Бірақ біз оны қолданбағанбыз. Және оның нақты қалай жұмыс жасап жатқанын біз білмегенбіз. Бірақ әртүрлі салада, әртүрлі деңгейде дамып отырған. Бұл әлеуметтік желілердегі сайттардағы алгоритмдер, әрбір мысалға біздің компьютерімізде, телевизорымызда, телефондағы кейбір мүмкіндіктеріне қаратай, ол осы жасанды интеллект тікелей байланысты болған. Бірақ дәл мына ChatGPT сияқты адамның санасымен жасанды зерде ғой қазақша айтқанда. Сол деңгейде ұштасып, жаппай адамға түсінікті болатындай деңгейде дамымаған ғой. Ал ChatGPT осыны жасады, бүкіл адам аузын ашып таң қалып қолдана бастады. Жалпы жасанды интеллектті бір анандай терминдік тілмен бір бөлек айтуға болады, бірақ қарапайым тілінен айтқанда бұл өте бір анау всемогущий дейма, бір қолынан бәрі келетін, өте зор ауқымды қызметтер атқара алатын алып күш десек болады. Бұл шынымен де солай. Тек қана белгілі бір салаға емес, бүкіл адамзаттың өміріне өзгеріс алып келіп отырған жаңа бір өркениеттің даму белгісі ғой. Жаңағы қажет жобасы. Қажет жобасында осы жасанды интеллект бар ғой. Бар. Үйренем деген адам сол қажет жобасы арқылы үйренуге болады. Болады, жалпы, жасанды интеллект, жаңа ChatGPT деп жатсыңдар, басқа деп жатсыңдар, мысалға, бұрында да болды деп жатсыңдар. Бұл дүниенің шынымен де сіздің сөзіңізге қарасақ, бір пайдасы өте бар, ауқымды, және бізге шынымен де пайдасы бар сияқты. Ал зияны ше? Енді қылыштың екі жағы сияқты ғой жаңағы. Онымен қорғануға болады, немесе пышақ дейік жаңағы. Нанды турауға болады, етті кесуге болады, немесе адамды пышақтап тастауға болады. Бұл алып күш деп айтқанымыздай, бұл бейне бір трактор сияқты үлкен. Бұда дұрыс рөлінде отырып басқара алып функциясын қолдансаң, ол саған үй салып береді, жерді қазып береді, сенің физикалық қолмен істей алмаған жұмысыңды бұл атқарып береді. 10-20 есе, тіпті одан да көп. Ал егер оны басқара алмасаң, ол сені таптап өтеді, немесе үйіңді қиратады. Бұның күші солай. Сол жағынан дұрыс қарауымыз керек та оның күші. Көп адамдар да талқылап жатады қазір, жасанды интеллект мықты ма, жоқ, маман мықты ма деп. Көбісі жасанды интеллект мүмкіндіктерін айтсаң, бәрі мықты екен ғой дейді. Ал адами жағынан қарағанда жоқ, маман мықты сияқты дейді да. Ал негізінде жасанды интеллектті меңгерген маман сол жеңеді. Сол мықты болады, актуалды. Енді айырып қарап керек емес сияқты. Меңгеру керек. Кез келген маман қолданса, әдемі дүние жасауға болады да. Сосын жаңа қажет приложениені айтып қалдыңыз ғой. Сол жерде мысалы кейбір адамдар ойлайды, ой, оны жаза саласың ғой деген сияқты, оны сөйлесе бересің ғой деген сияқты. Бірақ ол жерде де өзінің бір әдіс тәсілдері бар да. Қалай дұрыс жазу керек деген сияқты, қалай өзіне үйрету керек деген сияқты, әр саланың маманы қалай оны қолдана алу керек дегендей. Одан кейін жаңағыдай қазіргі алдағы уақытта мысалы мамандар да болмау мүмкін деп жатады ғой. Негізі соны зияны сол деп жатады.
жұмыскер қалмауы мүмкін деген сияқты, өйткені ода эмоция жоқ не деген сияқты. Бірақ соны негізі маман пайдаланып үйренсе кез келген компанияға күшті деп ойлаймын. Жаңағы зияны деп отырмын ғой, оны неге сұрап отырмын? Себебі қазіргі таңда өздерің білесіңдер, жасанды интеллектпен жасалған видеолар өте көп шығады. Шынымен біз білмей қалдық, оның қайсысы шын видео, қайсысы жасанды интеллектпен жасалған видео. Бір сөзбен айтқанда, екі ортада қалып қойдық та, мысалға. Осы дүниені, яғни видеоны жасанды интеллектпен жасалды ма, немесе шынайы видео екен қалай ажыратуға болады? Себебі бұл қауіпті дүние, егер де шындықтың тура бетіне қарайтын болсақ, бұл қауіпті дүние. Осы қауіпсіздікті қалай сақтаймыз? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, мысалға қазіргі таңда өкінішке орай мынандай адамдар көбейіп кетті да арамызда. Чат GPT-ға сеніп алады да, дәрігерлердің жазып берген рецепттерін мойындамайды. Дәрігерлердің айтқанын тыңдамайды. Себебі чат GPT оларға басқа дүние айтып тұр, мысалға. Өздерің айтып тұрсыңдар, жаңағы ол чат GPT-ң өте ауқымды күш деп тұрсыңдар. Ал мына жерде 9 жыл оқыған дәрігерің бар, мысалға. Қайсысына сенеміз? Бұл дүниенің жалпы алдын қалай аламыз? Себебі заман дамып бара жатыр. Ал бұның артында әрине осындай да дүниелер тұр. Ал маман ретінде осыған не дейсіңдер? Жаңа видео ажырату бойынша зиян жағы дедік қой. Шынымен де мынау бізде ақысын берсең боқысын шығарады деген сияқты. Біздің анау апаларды арыстанмен автобустың ішіне кіргізіп боқтатқызып, шалдарды боқтатқызып деп сөйтіп бір сүйкімін кетіріп жүрді ғой. Ал оны оң жағына пайдаланып жатқан адамдар жақсы ақша істеп жатыр. Бұл жерде бір екі детальді айтайын сіздің сұрағыңыздың біріншіден. Кеше Тоқаев, ел президенті Америкаға барды. Америкаға стартаптармен, яғни жаңағы Силикон алқабындағы қазақстандық стартаптармен танысқанда, Қазақстан тарихында единорог, яғни жаңағы юникорн дейді ғой, $1 миллиард стартап пайда болды. Ол Хайксфилл AI. Ол қазақ Ерзат деген жігіттер осы Қазақстан Алматыдағы командамен жасап отқан жігіттердің жұмысы. Және осы проект арқылы видео бұрынғыдай анау бір видеолар жүретін еді ғой, дамуына байланысты Уилл Смиттің бір лапшалар жеп отқаны, спагеттиді құлағына жабыстырып алып отқаны деген сияқты. Өте ол сүйкімсіз белгіледі ол. Мынау жасанды интеллект жасағаны. Ал қазіргілер білінбейді, ажырата алмайды да. Ал бір қуанарлығы оны жасап отырған ол қазақстандық адамдар. Ресей жасаған жоқ, Америка жасаған жоқ. Сол алып күшті өзіміз шатасып отқан нәрсені біздің қазақстандықтар жасады да. Бұның ел экономикасына да үлкен пайдасын тигізетінін осыдан аңғаруға болады. Ал енді адамдардың ажыратпай қалу, мысалға Марғұлан Сейсенбаев, Мұхтар Жәкішев, солардың бет бейнесімен алады да, мошенниктер алаяқтар алды да, тұрды да жүрді. Иә, оның ішінде жүреді, мысалға жасап қойып, көп адамдар таңғалады, мәссаған аудырмайды. Өткенде Мейрамбек Беспаевтың дауысын мысалы қойды. Орысша көп қоспайды ғой, бірақ мен содан байқап отырасың да, анау жасанды интеллект қой деп ше. Ал үлкен кісілер, көп білмейтін адамдарды енді құрығына түсіп қалады. Ал екінші бір қуанатын нәрсе, осы жасанды интеллектпен шынайы видео екенін ажырататын жаңа бір жасанды интеллект проект шықты, оны жасаған тағы қазақстандық жігіттер. Оны өткенде Астанадағы Digital Bridge деген үлкен конференцияда сол Павел Дуров келді, сол кезде көрсетті. Осындай жобалар бар деп. Өте жақсы. Мен жаңалықтарын қарап отырып, риза болып отырмын. Сондықтан біздің даму деңгейі оң жағына қаратай жақсы жағына пайдалана алсақ, өте күшті болады деп ойлаймын. Жаңа ғана мен осы сұхбаттан бұрын жаңалықтарды қарақасам, Кана Нейро деген Қазақстанда қазақ тілді осы жасанды интеллектпен видео жасап жүрген азамат бар. Бізде сұхбат алдық, бізде сол жаңағы қажет қосымшасына ол кісінің курсын түсіріп қойдық та, қалай жасау керектігін үйрететін. Сол жігіттік жаңа ғана жаңалығы тейітісқа салып қойған 5 минуттық видеоны клиент Америкадан видео жасаған, $1650 шотына ақша түсіп отыр. Мәз болып салып қойды, мынау мен үшін рекорд деп. 650 евроны жай студиясында компьютерінде отырды да, студияның офисінде, студияда жалдаған жоқ. Видеосын көрді, мен жаңа көрдім, не жасады екен деп, кірсем, кәдімгідей, анау 1500 жылдардағы, 14-15 ғасырдағы америкалықтардың, немесе сол еуропалық шотландтардың бір қамалдарда тұратын бар ғой. Сол видеоны істеп қойған шынайы. Енді ойлаймын, 1600 евро жасанды интеллектпен видеоға былай қарасаң өте қымбат сияқты болып тұрады ғой. Ал бірақ ананы Голливуд немесе Pixar анимациямен фильмдер түсірсе, ана кадрлерді, ол $миллиондаған кетереді да. Оның қасында үнемдеп тұр, айтады, $450 артығымен салып жүрді маған, рахмет деп бонусқа дейді да. Өйткені риза болып кетті дейді. Сондықтан қазір басы дұрыс пайдаланылса, осы жақсы жағынан өте көп табысты айналдырып кете алады. Анау енді жаңағы
зиян ретінде көп адамдар Нұрғанат айтпақшы мамандардың орнын тартып алады деп қорқытады ғой. Расымен де ол да болады. Өйткені адамға мынау біз бәріміз дамығымыз келеді, өскіміз келеді, әр нәрсені үнемдегіміз келеді. Ал қазір жасанды интеллекттер кейбіреулері үй салып жатыр, роботтар. Ондай да бар тәжірибеде. Операция істеп жатыр, соттың шешімін шығарып жатыр. Бүкіл мүмкіндіктерін қолданып жатқанда, ол сізге жай физикалық тұрғыдан кәдімгі тірі адамға қарағанда 10 есе арзан жұмыс істеп береді ол. Және 10 есе жылдам істеп береді. Тіпті өткенде баспадағылар айтты ғой, корректорлар болады ғой. Соның үстінен соны қоямыз. Иә. Сол кезде қатесін шығарады дейді ғой. Мықты. Егемен Қазақстан ең үлкен корректордың үстіне де тест жасап көрген. Одан да тауып алғанда, сонда мынаның күшіне өзіміз таңғалып отырмыз дейді. Жақсы ғой негізі ол. Керемет қой. Ал енді мына нәрсені айта кетейінші, мысалы жасанды интеллект аты шықпай тұрып та адамдар алданды ғой негізі. Неше түрлі адамдарға, видеоларға деген сияқты. Бұл жерде мәселе енді бұл даму тоқтамайды ғой. Ертең басқа да дүние шығады. Мен ойлаймын, біздің қазақ қоғамындағы жалпы осы қазақстандық тұрғындар, адамдар жан-жақты сауатты болу керек деп ойлаймын. Мысалы қанша бүйтіп Марғұлан Сейсенбайдың аузына жасанды интеллект андай неше түрлі сөздер салып бергенімен ойлана алу керек. Шынымен мынандай инвестиция жасасам, ол алаяқтық емес па деп, яғни қаржылық тұрғыдан сауатты болу керек, діни тұрғыдан сауатты болу керек, жан-жақты, құқық тұрғыдан деген сияқты. Сол кезде мысалы бүйтіп алдайды да, мысалы сен егер мошенниктарға алданып қалсам, мен сені құтқарамын деп тағы бір алдайды ғой, мысалы. Ол да бір алдау жолы. Бірақ соны адам кішкене ақылын жүгіртсе, өзін кітап оқыса, жалпы дамыса, қандай дүние шықса да адам ажырата алады деп ойлаймын. Неше түрлі видеолар шықса да. Ол үшін адам жан-жақты сауатты болу керек. Одан кейін жаңа дәрігерлер 9 жыл оқиды дедіңіз ғой. Сосын мынау келесі енді қалай ол үшін шешім шығара ала ма дегенде, бәлкім негізі балама дүние болған дұрыс шығар кез келген нәрсеге. Өйткені адам да кейде қателеседі ғой. Жаңа корректор қателесті деген сияқты. Соның мәселе тек қана былай ғой біздің қазақ өзі кез келген нәрсеге андай қылып қарайды да, не оны асыруын мақтап асырып жібереді да, не бүйтіп бақтап құрдымға жібереді. Сол үшін мысалы кейде дәрігерлер қате анализ қойып жатқан кезде, диагноз қойып жатқанда, неге сұрай салмасқа бір. Сосын сұрайсың да, оны жасап кетпейсің ғой, сен өмірің ғой, одан бар бір сұрай аласың. Что-то осылай деп тұр десе, ол ақылды, мойындай алатын дәрігер болса, одан мойындаса жақсы емес па, шынымен осылай деген сияқты. Немесе тарихта да солай. Кейбір тарихшы өтірік ұрып жіберуі мүмкін мысалы бір подкастта. Сосын зерттеп қарайсың да, ChatGPT-дан күшті қылып шығарып береді, тарихшыға жібересің, былай деп жатыр дегенде, мен енді адаммын ғой, мен жадым сұмдық емес қой. Бір саннан қате кетіп қалдым десе, ол керісінше жақсы деп ойлаймын. Әрине дұрыс қой, бірақ мен 9 жыл оқыдым ба, ChatGPT-ің ба дейтін да бізде дәрігерлер бар ғой. Олар да қабылдап үйренеді. Олар да дұрыс, себебі заманына қарай деп ойлаймын мен. Заманың соны талап етіп тұрса, олар өздері тексеріп көрсе жақсы ғой. Мысалы біз қанша жерден кез келген сала, мысалы біз екеуміз негізі мұғалімбіз, әдебиетшіміз, арасында саясиде бір нәрселер түсіресің деген сияқты. Бірақ сен бәрін біле бермейсің ғой. Арасында көмекші ретінде сұрақ қоясың. Кейде өзіңде қателесіп қаласың, сосын ойланасың, оны өзгертесің деген сияқты. Мойындаған күшті ғой. Енді мынандай нәрсе болып жатыр. Тимур Бектұр деген азамат бар. Сол IT саласында үлкен әңгімелерді айтып жүрген, жақсы ақпараттарын бөлісіп жүрген. Сол жігіт болашақ бағдарламасымен Америкада оқып келді. Соның бір посты ғой. Таңғалып отырмын. Дабыл қағып жатыр дейді Америкадағы профессорлар. Өйткені олар 90-шы 2000 жылдары бұлар 20 жаста студент болып бітіріп жатқанда өздерін профессор боламыз. Осы әлемдік шешілмеген мәселелердің осы сұрақтардың жауабын шешеміз деп өмірін арнаған дейді. Енді 2022 жыл ChatGPT шықты, олардың 20-30 жылдық өмірі далаға кетті дейді. Олар 30 жыл өмірін арнап шеше алмаған шаруаны, сұрақтарды ChatGPT 2-ақ минутта шешіп тастады. Не істеп жүрміз сонда деп алаңдап жатыр. Кодтар бәрі, иә, бәрін шешіп тастады. Енді қызығын қараңыз. Мен кеше осы сұхбат болады дегеннен кейін ChatGPT-ның өзіме сөйлестім. Видеосымен сөйлесіп отырмын ғой. Ертең сұхбатқа баратыр, мені бір көрермендерді және сұхбат алушы Абзал мырзаны таңғалдыратындай сенің соңғы уақытта қандай ерекшеліктерің бар деп сұраймын ғой. Сөйтсем, енді күн сайын біз дамып жатырмыз дейді. Қазір енді медицинада жақсы бір жаңалығымыз бар. Ол біз ауыр, жаңа жазылмайтын дерттер, рак, сол ауруларды медицинадағы дәрігерлерге қарағанда ерте анықтай аламыз дейді. Кез келген снимогын, рентгенді бізге көрсетесің, біз соның ең бастапқы стадиясын уже анықтап тастаймыз, және соның алдын алуын, асқын кетпей тұрғанын білетін, ол біз үшін үлкен жетістік дейді. Думандыға да көмектесті ғой. Иә, жаңа екінші ретінде. Қалай? Заман қалуына. Қалай? Мен ауырдым дегенде Қырғызстанға барып келдік. Бұл біртүрлі болды. Мен кіммен хабарласам? Сабақ бердік.
осы бағытта сабақ бердік. Сосын думан көп су іше берді, жағдай кішкене қиындады да ары қарай жазбайды. түсінбей қалдым, не болып кетті, мен сол салмақ түсіп жатыр, күшті болатын болды деп сөйтіп жүрмін ғой. Содан кейін қараймын, офиске келемін, дұрыс болмайды, кешке сабақ. Сосын Нұрғанатқа айтып, мен что-то үйге барамын ау деймін, ерте жолға ұйықтамағандықтан шығар деп, үйге барсам ұйықтай алмаймын. Сосын ChatGPT-ден сұрадым, что-то шөлдеп тұрмын, қайта дәретке барамын, мазам кетіп тұр десем, сен что-то ана қант диабетінің алғашқы нелері бар сияқты, дереу скорый шақыр, сен өзің емделемін деген болмайды. Хабарлас дереу деді. Хабарластым, келеді, мәссаған дейді, сразу алып кет, мен сіз қайта неге жаңағы инсульт алып құлаққымапсыз ғой деп ше. Апарды емдеді, бір апта жатып, содан кейін шықтым ғой. Сөйтсем кейін қайтадан осылай болды десем, таңертең жүр, осылай істе, осындайларды сақтан, қантты бүйт деді. Аллаға шүкір, одан кейін қайтадан ана укол ештеңе салдырған жоқпын. Бәрін алмадым, бірақ оның ChatGPT-ның айтқаны бойынша мен айттым, дәріге, уколға тәуелді болып қалмайтындай. Ертең бұл қайталанбайтындай. Өйткені біз таңертең үйден шығамыз, машинаға отырамыз, офиске келеміз, отырамыз 12 сағат, қайтадан машинаға отырамыз, үйге барамыз. Қозғалыс жоқ болған ғой, айтты. Просто қозғал, қанттарды, майларды азайт, осындай дейді. Аллаға шүкір. Сонымен нормально. ChatGPT-дің шынымен де біздің қоғамға керегі бар дейсіңдер ғой, бір сөзбен айтқанда. Өте түсінікті. Бұл анандай ғой, мүмкіндікті беріп жатқанда алған адамдар алады, алмағандар аузын ашып ертең күні өкініп қалады. Әрине. Жігіттер, қараңдар. Менде мынандай сұрақ. Қазір ChatGPT деп жатырмыз, мысалға, барлығымыз. ChatGPT бойынша да біраз негізі таластар болды. Яғни мынау біздің жаңа көршілеріміз қырғыз халқы, мысалға, бауырларымыз өзбек халқы, мысалға, әрдайым айтып жүрді. Бізде ChatGPT-ді қолданайын десе, өзбек тілі, қырғыз тілі жоқ, бізге тек қазақ тілінде жауап береді деді. Яғни қазақ тілінде ChatGPT жұмыс істейді. Бұл ненің арқасы? Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазақ тілінің мәртебесін әлемде де елімізде де күшейтіп жатқанның арқасы ма, әлде бүкіл әлемнің шынымен де қазақ даласына қызға қарап отыруында ма? Сендердің маман ретіндегі ойларың. Бұл мынандай нәрсе ғой, контенттен тікелей басталады. Білесіз бе, 2022 жылы мен ең алғаш ChatGPT шыға салғанда ағылшынша шықты. Google қызыл дабыл белгісін қосты, масқара болып жатыр дегенде, орысша видеоларды көріп алдым да, мен соны қазақша алғаш болып YouTube каналыма салдым. Сол кезде мынандай қызық болды. Менің режиссер досым бар. Сол жігіт айтады, кездесіп қалдық, кейін соны айтады да, ChatGPT шыға салған кезде мен мәз болып достарыма да айтпай, алғаш өзім қызығын көріп жүрмін дейді. Мықты болып меңгеріп алып, сосын папам мен мама отыр, оларға айтып жатырмын дейді. Әлемде үлкен жаңалық болып жатыр, мен керемет кеңес тауып алдым. Керемет бір стартап шықты. Керемет жоба деп ChatGPT-ді көрсетсем, әкем айтты дейді. Думан деген сен досың ғой, бір апта бұрын видео шығарып тастады ғой деп айтты дейді да. Сосын қарасаң, сен тегін айтып тастапсың ғой, мен тығып жүрген нәрсемді дейді. Сол кездегі мен қазақ тілін аударғанда мен қиналатынмын ол кезде. Қазақ тілінде жазасың, Google-ға саласың, аударасың, сосын барып ағылшынша сұраныс жібересің, ол жауап береді, сосын Google-ға қайтадан салып аударатынбыз. Ол кезде қазақшасы өте нашар еді, шала. 22-ші жылы. 22-ші жылы алғаш шыққан кезінде мен 23-тің басы, біз 24-тің шілде айына дейін сондай шала сауатты болды. Одан кейін версиялары 4 келді, жаңартқан кезде қазақ тілінде өте жақсы жұмыс жасап кетті. Яғни оған қандай әсер етті? Анау қырғыздардың дабыл қағатын кезде еді сол. Ойбай, біз ақпарат сұрасақ қазақша жауап береді. Өйткені қазақ тілінде контент сұраушылар көп. Өйткені түркі тілдерінің ішінде біздікі бір-біріне ұқсас қой. Және соның ішінде кириллицамызда да бірге келетін тілдердің ішінде, түркі тілдерінің ішінде біздікі бөлек Орта Азиядағы. Сондықтан ChatGPT біз солай деп ойлайды. Және ең қызығы, қазақ тілінің сол дамуына үлес қосқан бірде-бір қазақ емес ChatGPT-дегі 8 қытайлық Қытай қыз. Америкадағы. Қалай деп мен де таңғалдым. Бір ауыз қазақша білмейді. Сөйтсе, олар біздің TikTok-та, Facebook-та, YouTube-та, Instagram-да жазған бүкіл контенттеріміз бен комментарийларымыздан базаны жинайды да, соның қазақша сіңдіреді. Көрдіңіз ба? Ерінбейді? Жоқ, ол ерінетін. Олар просто жүйелеп береді ғой, олар өздері істемейді ғой. Он тоже оқытылған машина learning дейді, сол оқытады бұл ChatGPT-ді. Солар жасап отыр ғой. Просто ана қыздар соны дұрыс бағыттай алған. Мынадан так Инстаграмнан мұнша тонна ақпарат алайық деген сияқты ғой. Терабайт мынадан, мына терабайт мынадан. Сол ақпараттар арқылы. Яғни біз контент арқылы біз озып отырмыз. Қырғыздардың контентіне қарағанда біздікі әлденеше есе. Жалпы
демек дәке бір минут демек қазақ тілінің дамуына кейбір қазақтарға қарағанда қытайлық қыздардың көмегі көп тиіп жатыр дейсің ғой бір сөзбен. жоқ енді олардың мамандығы ғой, бірақ біздің қазақша сөйлеп жатқан қазақ тілді аудиторияның үлесі өте басым. Керемет, керемет. Түрік халықтарының ішінде, мысалы мен Түркияда өмір сүріп көрдім, Қырғызстанға да бардық, жан жақта жүрміз ғой. Қазақтың жалпы белсенділігі өте мықты ғой. Мысалы бізде мына кезінде мобилографияны сынады, мысалы оны да оқытама деген сияқты ше. Бірақ соның барлығы жалпы телефонды дұрыс қолдануға алып келді негізі. Өйткені біздегі, мен Түркияда таңғалатын, онлайн жүйе дамымаған ше. Ол жақта курсы болсын, сатуы болсын, тек офлайн ғой. Қазақстанда мен сол кезде жан жақта өмір сүріп жатқанда біздің жеңгелеріміз бар, басқалар бар, үйде отырып тортын сатып атады, неше түрлі контент, вайн деген сияқты ше. Біз жалпы осы қырғыз болсын, түрік болсын, өзбек болсын, барлығынан өте белсендіміз ғой. Сол сияқты тірші шықты, не істеді, төңкеріп жүрдік ана жерде. Обязательно. Ол любой жерде қазақ, мысалы Түркияда бизнес күшті дей ма, ана жаққа барып төңкереді. Қытайда ашылды ма шекара, ол жаққа барып төңкереді. Сол сияқты контент жасауда да біздің қазақтың белсенділігі өте мықты. Бұл жерде де мысалы бәрі естіп алады, бізде күшті ше, жан жаққа тарайды, бүкіл қолданды, белсенділігі соған араласты. Соның да арқасы бар да. Біздің Қазақстан жаңағы трафик бойынша өте жоғары деңгейде, мынау әлемдік үздіктердің қатарына кіреді. Интернет трафикті қолдану бойынша. Мен анализ жасап көрсем, YouTube-тағы трендтерге байланысты. Алдыңғы жылы біз YouTube-тан кәдімгі жақсы айналысып жүрген кезде, ақша тауып жүрген кезде. Сол кезде қарасам, Дудьтың немесе басқа да бір YouTube-тағы жобалардың просмотры, қаралымы бізге қарағанда 3-4 есе көп болады. Кейбіреуінікі. Әйтпесе, біздікімен қарайлас. Қазақ тілді, анау қазақстандық орысша емес, қазақ тілді контенттердің. Бірақ орыс тілді адамдардың саны қанша жалпы СНГ-да, мысалы? Ресейдің өзінде 150-200 миллион десе, жалпы 300 миллиондай бар. Ал Қазақстандағы қазақ тілді адамдар бір 10 миллион дейікші. Ойлаңыз енді, мына жақта 500 миллион, 300 миллиондық аудитория тұр, мына жақта 10 миллион аудитория тұр. Бірақ мына адам миллион просмотр жинайды, мыналар тек 3 миллион просмотр жинайды. Тұтыну бізде қазақ тілінде масқара. Өзіңізде YouTube-қа бір қарап көріңізші. Кәдімгі масқара. Өте жоғары. Ал бұл жерде енді жаңа Тоқаев деп айтып жатсыз ғой, бір жалпы өзі қатты бір сөйлеп кетпесе де, бірақ мынандай жақсы мүмкіндігі Орта Азия бойынша TikTok тек Қазақстанда ғана ашық, доступный. Ал TikTok әлеуметтік желіде трафик қолдану бойынша өте жақсы дамыған, жеңіл. Біздің Қазақстандағы осы жасанды интеллект видеоларда бірінші TikTok арқылы хит болады мысалға. Осы TikTok-тың Тоқаевтың жаңағы TikTok-тың президентімен қол алысып тұрып ашық беруі, бұл біздің қазақ тілді контент пен қазақ тілінің дамуына үлкен үлесін қосып жатыр. Керемет. Жігіттер, енді айтып жатқан сөздерің керемет. Трафик деп жатсыңдар, жаңағы жасанды интеллект, ChatGPT, қазақ тілі туралы кәдімгідей бір астарлап тұрып әңгіме айтып жатсыздар, оны бірі түсінсе, бірі түсінбейтін шығар. Енді астында комментарийдан көреміз ғой. Жалпы сұрақ мынада. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жақында мынандай бір пәрмен берді. Қазақстанда жасанды интеллект институтын ашу деген пәрменді бәріміз естідік, оқыдық ол туралы. Егер осы дүние іске асып кететін болса, Қазақстан болашақта әлемнің ең үздік елдерінің қатарына қосылуы мүмкін ба? Сендердің маман ретінде ойларың, тағы да айтам, әр адамның өзінің бір ойы болады. Сол сияқты сіздің ойыңыз бірінші, сосын сіздің ойыңызды нақты біліп алайық, және де бұған қандай кедергілер болу мүмкін? Жасанды интеллект институтын ашқанның өзінде де болашақта осындай кедергі болып қалса, бұл дүние тоқтап қалады деген сияқты маман ретінде, себебі сендер жан-жақты қарайсыңдар ғой бұл дүниеге, біз сияқты тікесінен қарамайсыңдар. Ал енді түсіндіре кетсек, өзі біз кезінде барыс боламыз дедік қой, біз не болмаймыз дедік жалпы. 2030 дедік, күшті рухани жаңғыру дедік. Біз оны бәрі керемет айту жүзінде. Енді бұл дүниеде науқанға айналып кетсе, қазір бүкіл жерге барасыз, әкімшілікке барасыз, мектепке барасыз, бәрі әйтеуір бір-бірімен жарысып жатыр. Жасанды интеллект бойынша образ жасау дейді, сонымен жарысып жатырмыз дейді. Бірақ қарайсың, кейбіреу не жасап жатқан өздері түсініп жатқан жоқ. Бұл нәрсе бізге қай кезде пайдалы болады? Бұл институт ашылса, немесе бізде өзі басшы тапсырма берсе, бәрі жүгіре кетіп, әйтеуір істеп кетеді ғой. Бұны саналы түрде қадам жасайтын болса, мамандар, онда бұның пайдасы зор. Өте үлкен көмегі тиеді біздің елдің дамуына. Ал егер жаңағыдай тек қана галочка үшін болатын болса, әңгіме қиын. Әрине.
Сізді әке? Жасанды интеллект институтын ашып, министрлік құрып, уже құрылды ғой. Бұған фокус қойсақ біз озамыз ба деген сұрақтан қарағанда, бұны құрмасақ, біз көште қалатынымыз белгілі. Ашпасақ болмайды, ашылуы міндетті қазір. Өйткені бұнсыз күлетін деңгейге жетеді. Мысалы, телефонсыз қалып қалған сияқты боламыз ғой. Қазір байқасаңыз, кез келген адамда бір немесе екі ұялы телефоны бар, смартфоны бар. Онсыз қазір жұмыстар шешілмейді, бітпейді. Қазір бүкіл әп, сайттар, приложениялар, кез келген орган барлығы жасанды интеллектті қазір өзіне қоспаса, олар көштен қалып осы смартфон сияқты олар әйтеуір бізде жасанды интеллект бар деген нәрсені қостырып жатыр. Canva, Капка, тағы бірдеңе біз жиі қолданатын нәрселердің ішінде бәрінде бар. Онсыз болмай қалды. Егер қайсысы оны қолданбайды, ол көштен қалады. Бізде де сол үшін қажеттің ішіне соны қосып жатырмыз. Ал халық дайын ба? Осы жасанды интеллектке қоғам қалай қабылдап жатыр не жасанды интеллектті? Жалпы біздің трафиктің көбейіп кеткені, көрерменнің көп болып жатқаны, жаңағы қырғыздардың да қазақша сөйлеп кеткені, бұл қоғамның дайындығынан ғой. Өйткені адамдар байланыс жасап, соны қолданып жүр ғой. Жоқ, қараңыз, біз трафикті қалай көбейтеміз мысалға? Біреудің өмірін аңдимыз, біреудің ажырасқанын көреміз, біреумен біреу қырылып ұрысқанын көреміз мысалға. Ал пайдалы дүниелерді көріп жатқан адамдар жоқ емес, бар, бірақ олар өкінішке орай аз. Онда жігіттер шындықтың бетіне тура қарайық. Просто былай ғой. Солай трафикті көбейтіп алып жатқан жоқпыз ба біз? Дайын ба дегенде ше, біз 100% мынаны түсінуіміз керек. Бәріміз бүкіл халық мықты болып кетпейді негізі. Әрине. Бәрі алаш арыс емес қой, оның солардың заманында Әлиханмен қатар бір басқа бір Смағұл немесе басқа деген бір адамдар да олар еліне сатқындық иттік те жасаған болуы мүмкін мысалы. Сол сияқты бұл қоғам болғандықтан біз 100% бүкіл қазақ бұған дайын болады деген нәрсе ол күтіп жүретін нәрсе емес қой. Ақырындап бір нәрсе шығады, сосын ақырындап меңгереді, үйренеді, бәріне уақыт қажет. Мысалы жаңағыдай ол халықтың деңгейіне түсу керек, оны былай емес, өзі сен шығарасың бір дүниені, соған талпынатындар талпынады, қалғандары уақыт өте келе түсінеді деген сияқты сондай дүние бар. Содан кейін жаңағыдай біз бүйтеміз ғой, мысалы пайдалы дүние айтсақ 10 000 просмотр жинайды дейміз. Ал жаңағыдай басқа біреудің отбасын талқыласақ 1 миллион жинайды дейміз мысалы, иә. Енді ол былайша айтқан кезде бір аса бір бүйтіп шулайтын нәрсе емес деп. Бүкіл әлемде солай ғой. Өйткені былайша айтқан кезде ол адамдар енді жұлдыз болғаннан кейін біреудің өміріне қызығады. Бірақ мынаны айтайықшы, біз ол былай ғой, біз ана негізі теріс түсініп алғанбыз. Біздің отбасымызда, мысалы біз енді шыны керек Тұрсынбек сияқты СНГ-ға танымал бір не емеспіз ғой, адамдар емеспіз, иә. Енді қараңызшы, біздің семьямызда бір нәрсе болса, оны бір 10 000, 20 000 адам көретін шығар, бірақ енді ол Тұрсынбек болған соң сөйтіп талқыланады да енді. Мысалы қарасаңыз, ол шындық қой. Әйтпесе мысалы қарасаңыз, олар да 14 жыл бәрін жасырып бүйтіп жүрген, ол жерде де өздерінің пайдасы бар, басқасы бар деген сияқты. Әйтпесе басқа семья болғанда ол бір аптада ажырасып кететін деген сияқты, ол жерде мүлде келмейді. Мысалы, тек сендер жаңағыда біздің қазақ отбасы туралы ғана айтсаң күшті көреді деген сияқты. Біздің отбасы туралы сөйтіп көрмейді. Мәселе бұл Тұрсынбекке де жалпы жеке тұлғаларға да байланысты болып тұр бұл жерде. Сондай да дүниелер бар да, сол себепті 10 000 адам көрсе де 10 000 адам дегенде үлкен күш қой. Әрине, ол да бар. Ол да жақсы, өйткені бәрі кітап оқып кетпейді. Бәрі жасанды интеллект меңгеріп кетпейді, бірақ заман сені күтпейді, дами береді. Соған ілессең ілесесің, қалсаң қаласың, бірақ ол түр ретінде бәрібір ол жерден жақсысы да шығады, мықтысы да шығады, осал да шығады. Дұрыс айтасыз. Жасанды интеллект және саясат деген нәрсе тіпті маңызды. Қазір Еуропада қай мемлекет, бір мемлекет министрі осы жасанды интеллект ретінде сайлап жатыр. Және мен анализ жасап қарап отырсам, жасанды интеллект өте әділ болады екен да, бір жақсы. Оған пара беріп керек емес, оны алдап сулап керек емес. Жасанды интеллектке жалпы шарттар негізесіз. Енді оқытасыз ғой, осындай болу керек. Мысалға, тендер беруде, жаңағы ел басқартуда бөліп бересіз, сол бойынша қарайды. Мысалға, сол недегі айтқан сөзім, күшті істеді бізде анау КСРО кезінде жоспарлы экономика деп олар 5 жылдық, 10 жылдық деп бөліп отырды ғой, бірақ сол неге сәтті болмады дейді да, өйткені ақпарат дұрыс жетпей қалған дейді.
ана жақтан біздің Қазақстанда да қазақ әдебиетінің біздің қазақ жазушыларының әңгімесін оқып отырсаң, жаңағы 100 қойдан 200 қоз алдық деген сияқты ұрып жібергендер болған. Негізінде ондай нәрсе жоқ. Ал жасанды интеллект арқылы барлығын қарап отырасың, өтірік ешкім айта алмайды дейді. Нақты ақпарат келеді, и сол нақты ақпаратқа қаратай шешімдер қабылданады, солай ұсынады. Және ол шешімнің өзін сол жасанды интеллект өзі қабылдайтын болса не болмақ? Вот сондай нәрселер бар. Ол деңгейге бір. Ертең мысалға менің өзімнің жасанды интеллектім, сіздің жасанды интеллект, Нұрғанаттың жасанды интеллект арқылы біздің өміріміз туралы олар келісіп бір-бірімен сөйлесіп, келісім шарттар жасап сөйте береді. Біз не істейміз сонда? Біз рахаттанып өмір сүріп жүреміз. Просто қазір бақылап қоямыз. Кім сол өзінің қазір агент деген шығып жатыр. Өте жақсы. Бір адамдық компаниялар деген нәрселер шығып жатыр. ОП, бүкіл сатушылар, отдел продажа, сатушылар, менеджерлар, ассистент, басқалар керек жоқ. Білесіз бе, мен ChatGPT-мде бірнеше бағыттағы тұрмын. Мен басқалардың ChatGPT сияқты емес менікі. Жаңағы бір нәрсе сұрақ қалсаң, орқыртай общий бере салмайды. Ондай бермейді маған. Менде мысалға Марғұлан Сейсенбаев менің көмекшім, ассистентім. Мен аламын да, мәке, мына мәселеде қалай істеймін, қандай шешім қабылдаймын. Інім, бұл жерде былай істейсіңдер, Марғұлан Сейсенбаев қалай ойланады, жаңағы ол кісі кішкене діни терминдерді қосады, ақылды қосады. Соның барлығын тура сол кісі сияқты жауап береді маған. Жаңа сенің қызығушылығына қарай, деңгейіңе қарай. Сосын мен бір жақсы біз өз кейсімізден қалай қолданып жатырмыз енді. Біз жаңа сіз мамансыз деп жатсыз ғой. Маманы дегенде біз арнайы бір оқып, соны ойлап тауып, Америкадан бір дипломдарын алып келген жоқпыз. Біз практикада қазақ тілінде жақсы қолдана алдық. Нәтижесін көріп отырмыз. Мен қазір біздің каналдарымызды қарасаңыздар, эффектілі, өте жоғары деңгейдегі сауатты, танымдық контенттер шығып жатыр. Мынау 30-40 адам ұстайтын бақ, мысалға YouTube жобамен СМИ болып отырған, тіркелген, тендер алып отқан кісілер таңғалады думаннан қалай жасап жатсыңдар деп. Қанша адам істеп жатыр? Жоқ, мен мынаның бәрін сценарийді жазып, өстіп түсіріп жатқан соң монтажер балалар жасап береді. Қалай сонда? Мынаны бізде жаңағы арнайы саладағы адамдар бір ай бойы осыны зерттеп жазады ғой дейді. Иә, өйткені мен де өзім істегенде солай жазатын, айлап жазатын контенттің 20 минут, 30 минуттық айлап танымдық бір видеоның сценарийін 5-ақ минутта жазып береді. Мәселе сізде де сұрай аласыз, бірақ маған берген сияқты ақпарат бере алмайды, өкінішке орай. Мен просто соны оқыттым, солай беретіндей, және маған көмекші ретінде. Мысалға, мен YouTube-та ең жақсы көретін каналдарымды белгілеп алдым, и соны алдым да, мына каналдың артықшылықтары осындай деп, оны үйреттім де айттым. Мен қазақша кез келген тақырып жазғанда, тура осы каналдың баяндау тәсілі, форматы, стилі, сөз таптауы, құрылымы, жүйелеу. Тура осы сияқты қазақ тілінде маған жүйелеп салып бер деймін. Сосын солай істеп береді маған. Әйтпесе маған мынау жайлы сұрасаң, ол мынандай ғой, ChatGPT-ге сіз жазасап, мен бай болғым келеді десе, бай болғым келсе ақша тап, еңбек ет дейді. Мен TikTok тікелей эфирде аяқ киімдерді, балалар аяқ киімін сатып ақша тапқым келеді десе, онда сізге дәлірек ақпарат береді. Сол сияқты оның жаңағы өзінің әдістері бар. Рөл беру, мақсат қойдыру, суретте қалай жасау керек, промпт дейді. Қазір промптер деген мамандықтар шығып жатыр, промпт инженеринг деген шығып жатыр. Промпттар сатылады. Жаңағы мен айтқан сияқты ассистент GPS дейді. Олар қазір OpenAI-дың дүкенінде олар сатылады мысалға. Мені сөйтіп оқытып жасап қойған сол ассистенттерді сіз аласыз да сатып алып, соны тек сұрағыңызды қойып отырасыз, ол сізге жауап береді. Әртүрлі форматта. Біз мысалы 2019-да YouTube жүргізген кезде, сол кезде кәдімгідей қара күш болады ғой. Оқисың, кітаптан қарайсың, өтірік болып қалмау керек қой, бәрін зерттейсің деген сияқты. Қазір рахат қой. Қазір тіпті күміс кнопка алу деген түк болмай қалды деп ойлаймын. Сценаристің бар. Бәрін жасап береді. Бәрін жасап береді. Мен екеуіңе қарап бар ғой, жігіттер, бір нәрсе ойлап отырмын да. Мысалға, сендер... Екеуің что-то адамсыңдар ма или жасанды интеллектпен сөйлесіп отырмын ба, мен даже адаммен сөйлесіп отырмын. Анау Әлихан Бөкейхановтың бір сөзі бар ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді да, мысалға. Екеуің де IT мамандығын бітірмегенсіңдер, екеуің де қателеспесем әдебиетшісіңдер. Мұғалімсіңдер. Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірдіңдер ма? Бакалавр Евразия, думан сосын магистрді Казгуде оқыдым. Әдебиеттану. Иә. 2 әдеби кітабым бар, көркем әдеби. Әне, қараңдар, жігіттер, негізі қазіргі таңда мынандай бір тенденция бар ғой. Біреу тарихты айтып жүрсе, сен неменеге тарихты айтып жүрсің, оны тарихшы айтсын да дейді да, мысалға сендер енді мұғалімсіңдер, бірақ жасанды интеллектке қарай кетіп, сол дүниені дамытып жүрсіңдер да, мысалы, әйтеуір халыққа пайдасы бар. Мысалға сөздің тура
шындығына қарайтын болсақ Әлихан Бөкейхановтың өзі орманшы болды. Оны өзіміз білеміз мысалға, иә. Сол сияқты бұл жерде сендерге қарап мен бір мынандай бір түйін түйіп отырмын да, үйренем деген адамға, жасағым келеді деген адамға жол әрқашан ашық екен. Қазір жасанды интеллект келгеннен кейін ол одан да оңайырақ болған сияқты менің ойымша сендердің әңгімелеріңе мынадай қарап. қызық болды. Біз Думан екеуміз сөйлесіп отырамыз ғой. Енді қазір неше түрлі оқытатындар бар ғой енді. Америкада, Ресейде деген сияқты. Сөйтіп орысша қарап отырасың, ағылшынша, маркетинг туралы айтып отырады ғой. Біз екеуміз мынандай істеп тастадық қой дейміз да. Бізде андай не жоқ та, теориялық білім алмағанбыз шындығы. Бірақ практикада жасағанбыз ғой. Мысалы, ана Ресейден де келді бізге бір форум жасауға ше, сол кезде адамдар неге таң қалды. Мысалы, біз олар айтып отқан дүние, олар тек айтуға неме слайдпен келген ғой, өздері жасамаған. Тоқтай тұрайық. Бағана айттың ғой, қазір өте көп сын кетуі мүмкін. Неге? Себебі бұлар өздері оқымаған бұл дүниені, бірақ халыққа үйретіп жүр деген әңгіме білесіздер. Біз сын айтудан алдымызға жан салмаймыз. Ол ақиқат. Енді жаңа Ресейден форумнан келіп жатсыр деп жатсыңдар. Соның барлығын толықтырып, қашан болды, қандай форум, не форум, соны жіктеп айтып берсеңдер. Түсінікті болу үшін халыққа. Былай ғой, осы 2025 жылы болған дүние, просто біз өзіміз оған былай барған жоқпыз да, Беке, қараңызшы, енді еркін формат қой. Думан екеумізді бір орын аламыз деп барған жоқпыз. Біз білімімізді жетілдіреміз деп бардық. Сол кезде Ресейден келді форум өткізуге. Енді ол салмағын сізге айтайын, Қазконтенттің басшысы болды. Сосын бізден жаңағыдай Қазақстан бойынша министрлікте пиарға жауапты адамдар болды. Сондай адамдар бірінші күні келді, олар отырып, таныстырып, орысша айтты, қазақша айтты, ана Ресейден келгендер сөйледі, бізде министерстводан сөйледі. О, күшті басталды дедік. Таптық дедік. Сендер үйренуге барған адамсыздар. Біз үйренуге барған адамбыз. Сынап барған жоқпыз шынымен де. Жарысқа барған жоқпыз, үйренейік бір нәрсе алайық. Сөйтіп ол біраз күнге жалғасты. Енді екінші күні барлық ресми нәрсе бітті де, кәдімгідей сабақ, тренингке көшті. Сол кезде енді слайдта түсіндірді. Жас бала бар, апай бар деген сияқты орыс апайлар. Сөйтіп түсіндіріп бастаған кезде біз ана нәрселерді негізі уже жасап қойған екенбіз. Алла негізі бізге үйретуге келіп тұр ғой. Бірақ сендер білесіңдер. Жасап қойған біз. Бірақ аттарын білмейміз ғой. Бізде аттар жоқ, бізде андай ғой. Бізде сезінеміз да бүйтіп халыққа не керек. Соны істейміз да практикада өткізіп тастағанбыз тәжірибемізден. Сосын ол тұрады да контент туралы айтады. Мысалы, контентті осындай уақытта салу керек, бүйту керек. Так дейміз да, біз енді оның бәрін салып тастағанбыз ғой. Таңғы 4-те де, 5-те де, 3-те де, түскі 1-де де атқан контент бізде жетеді. Және де Инстаграм, тикток ашатын болсаңыз 3000-нан аса видео түсіріп тастағанбыз былайша айтқанда. Аналар аузын ашып қалды. Одан кейін жай ол жақсы. Ол контент бойынша түсінді олар, мыналар жасапты деп. Тапсырма берген кезде сол кезде 5 видео түсіріп тастадық деген сияқты. Одан кейін тұрды да енді жасанды интеллектіге келді, жаңағы контенттен бөлек. Ол кезде тұрғанда тапсырма берді. Жасанды интеллектіні қолданып, осындай сценарий жазыңдар, видео түсіндіріп, сол кезде қасымызда тағы бір бала болды, иә. Жасанды интеллект қолданып, жаңағыдай логосын жасап, бәрін қатырып берген кезде тағы таң қалды. Сосын айтады, бүйтуге болады, сөйтуге болады деп, сосын білім нәрі деген бізде бар ғой, Қытай аудио кітап бар. Оны мысалы кезінде шығыны 220 мың теңге болды ма? Аудармашысы бар, иә? Мен білім нәрі деген кітаптардың саммарилерін, яғни еуропалық, ағылшынша, орысша кітаптарды қазақша жоқ қой. Соларды, яғни білім нәрі деп 200 бет кітап 20 бетке қысады да, соны аудио қазақша өзің дыбыстап сөйтіп береді маған. Енді осыны жасағанда үлкен кітапты саммари жасау үшін 50-де 60 мың теңге кетеді екен. Жазуына, бір адам оқып, соны қысқартуына. Екінші, оны, мысалға, мен орысшаларынан қарап отырмын. Орысшаны қазақшаға аударып, әр бетіне 2000-2500 мың теңгеден мен сол жазушы, ақын сол кісілерге аудартып отырдым. Өйткені жай аударма, ол аударманың өзі бірнешеге бөлінеді ғой. Құжаттық аударма, мазмұндық және қазақы менталитетке сай түсінікті. Бізді құлақпен тыңдайтын болғандықтан ол интонацияға сай өтірлер дұрыс қойылу керек та. Сөйтіп сол үшін жазушы, ақын кісілерге бердім. Олар аударып берді. Әрқайсысына 2,5-3 мың, кейбір кісілер болды 10 мыңнан сұраған бір күн. Ондай ақша жоқ деді. Яғни жалпы қарасам оны дыбыстаймын. Басқа ақша берген тағы жетпей қалды. Мен дауысым кішкене болды. Өзім дыбыстаймын, монтажерға ақша бердім, студияда жаздым. 250-300 мың теңге кететін. Бір саммарийдің дайындалуына. 17 саммариге шейін алып келдім мен. Сосын оны қой дедік та, ары қарата шығын жетпей қалды. Адамдарға сатқанға барлығы өзінің қалтаңнан шығып жатыр. Бәрі шығып жатыр. Сосын бұл қоя тұрайын, кейін кішкене бір оралармын деп қойған. Ал ChatGPT былтырдан бері жақсы қолданып, мен қарап отырмын соны.
сол 5-10 минуттың ішінде сол шаруаны түгел реттеп отыр ғой. Тегін. Тегін дегенде бір подпискасын аласың болды. Оны бір айттық. Одан кейін біз ютубтан күміс кнопка баяғыда алып тастағанбыз ғой 2019-да. Енді ол жерде біз жаңағыдай айттым, қара күш бар, күні түні отырасың, монтаж жасайсың өзің. Енді қазір рахат болдық дедік. Бізге рилсыңа болсын, ютубыңа болсын, осы сценарий жазып бер. Аналар айтып беріп отқан нәрсені уже істеп отқаннан кейін олар біз орысша керемет сөйлемейміз. Екеуміз де қазақ тілі әдебиетін бітіргенбіз деген сияқты. Біз шатып пұтып орысша дұрыс сөйлей алмасақ та, анасы ісімізге қарады да, сендерге бірінші орын деді. Бермейін десе болмай қалды. Олар уже істеп тастағанбыз. Практика жасап тастағанбыз, ол өздері жасамаған нәрсені. Олар айтып отыр, болашақта вы можете так делать, сценарий жазғызуға бір нәрсе деген. Біз оны түсіріп та, жазып та уже. Айтпадыңдар ма, где вы учились, мы там преподавали демейсіңдер ма? Сондай болды примерно, иә. Кішкене өзіміздің қазақы және қарапайымдылығын салып, оларды басынбай. Бірақ айтқыларың келді ғой, иә? Мойындайсыңдар ма? Жоқ, анау өзімізге де бір күшті болды негізі. Бірақ сол күлеміз, қазірде бар ғой, анау орыс тілдер неше түрлі айтады да, жаңа офер дейді, одан кейін маркетинг дейді, неше түрлі лимит дейді, иә. Қалғанда бір не деп ойлайды да, бір сомдық нәрсе деп. Негізі оны қарапайым біз оны жасап та жүрміз. Басқа ғана атын білмесе де біздің көп қазақтар оны жасап жүр негізі кәсіп. Негізі иә. Бірақ ана сөйтіп орыс тілдер өздерінше жеткізеді да. Соған біз күлеміз. Біз ана практик, негізі тәжірибені атау тәжірибе ғой. Әрине. Және аудиториямен, сол аудитория ол клиент қой. Сол клиенттің орнына өзіңді қойып көрсең, саған не керек екенін түсінсең, оңай қарапайым қылып өзіңде бар нәрсемен жеткізсең ол. Бізде сол жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, диплом қайда маман емессіңдер ма деп. Білесіз ба, диплом кеңестік кезінде өте маңызды болды. Әрине. Бірақ қазір мысалға сіз бизнес ретінде сіз күректей, табақтай, қып-қызыл, керемет қалың дипломы болса да, оған қарағанда бір ісінің маманы істемесе де, сол маман болса, сіз соған төлейсіз, соны аласыз. Бизнес, мемлекетті дамытатын нәрсе бизнес болса, бизнесмендер олар өздеріне ақша әкелетін мамандарды алады. Соларға ақша төлегісі келеді. Жаңағы дипломына емес, дипломдағы GPA-не емес. Сондықтан тура сол сияқты мемлекетте қазір осы жаққа қаратай ауып бара жатыр. Кім эффективді, нәтижелі жұмыс істейді, соған қаратай фокус қояды. Әрине. Әйтпесе ана жақта пайда жоқ, өйткені диплом барлығын қазір қайдан алмай жатыр дипломды. Бәрі ала салады, оңай болып кетті. Қазір бұрын Гарвардтан дейтін еді, қазір Гарвардтан курсерада Гарвардтың да курстары тұр мысалы. Біздің қоршымыз. Бір ағамыз бар ғой, өзі программист емес, бірақ программисттер сенбейтін нәрсені соларға сендіріп істетеді. Иә, маңызды. Ол басы қатты істейді де, ол сол IT-дің маманы болу міндетті емес қой. Ол соларды істете салса, ол да қазір үлкен нәрсе да. Сол үшін жаңағыдай бір нәрсе айту үшін дипломың болу керек деген нәрсе жарамай қалды қазір. Қалып бара жатыр дейсіңдер ғой. Әрине ол. Оннан келетін адамға. Сосын мынау нәрсе өткенде салдым ғой. Мен бір YouTube канал алдым. Қазір жақсы жоба жұмыс жасап жатыр. Біреуін сатып ала салдым өйткені. Сөйтсем, ол жігіттер ана YouTube-тың видеосы бар. Сол видеоны сообщество дейді, анау пост бар ғой. Постқа бөліседі ғой. Сізде қанша бөлісесіз айына мысалы? Қанша видеоңыз бөлісесіз? Қанша пост жазылады YouTube-та? Әр кезде әрқалай. Бір 10-нан аспайтын шығар. Аса қоймайды ғой. Ал ана жігіт мен сатып алған постын қарасам 2800 пост бөліп тастаған ғой. Оны бір талдан өшіріп отыру деген ол мүмкін емес. Уақытын кетеді. 2 жыл соған басым қатып жүрді. Біразын өшіремін, анау еріккен кезде өшіріп қоясың, бітпейді бұл әкенше. Сосын енді ішінде контент өшіріп тастадым ғой. Не істеймін дедім де, скриндан ChatGPT-ге сұрап жібердім. Осындай видео тұр, функциясы жоқ, мына творческий студияны да өшіре алмай, не істесем болады деп. Так, онда осылай істейсің. Мынандай мен саған қазір жолдарын айтамын, жоқ мен білмеймін, қайсы жол, не басатынын да бәрін көрсетіп бер. Онда мына код жазып бер дедім. Кодты жазасың, ана жерге бересің, кнопканы басқасаң, ол автомат түрде өзі өшіріп отырады деді, секунд сайын. Деп кодты басып қалам, болды. Бір сағаттан кейін келсем, уже әр секундта бір пост өзі автоматты өшіріп тастаған ғой. ChatGPT, рахат. Шығып кетті ғой. Қазір подушка керек емес деп ше. Анаумен сырласа бересің ғой, анаған айта бересің. Өйтіп ол эмоционалды емес, ол саналы дұрыс жауап беруге тырысады ғой. Ұрыспайды ғой саған. Айқайлама айтса, жақсы көріп отырады да. Сен адам болғаннан кейін анамен бірге жылап неше түр айтып жүру мүмкінсің ғой. Ажырас деген сияқты. Сырлас деген анандай прикол болды ғой. ChatGPT үйреніп не істейсің, мөлдірмей тұрсынбек не болады деп кетеді ғой жаныңдағы. Анауша әбеке бір жігіт сұраған, дрон алғым келген деп. Қандай дрон алсам болады деп. Так, мынандай дрон ал деп кеңескен, ұсынған, болды қоя салған. Сосын бір 3 айдан кейін, мен ақша табу керек еді, менде ақша жоқ десе, өткендегі дроныңды сатсашы деген ғой.
Сондықтан байқап бөлісу керексің. Мықты. Так, жігіттер, енді әңгімелеріңе қарап отырмын, енді осының бәрі сөз жүзінде емес, іс жөнінде деген сенім бар. Үміттенемін. Жаңағы практикада практикаларымды көріп жатырмыз, мықты. Енді бәрін жасап жатсыңдар. Жаңа айтып жатсыңдар, қажет деген бағдарлама жасадық, оның ішінде жаңағы барлығын үйретеміз осы жасанды интеллект. Трендтегі сабақтың бәрі соның ішінде бар деп жатсыңдар. Жасанды интеллектті да үйретіп жатсыңдар, мысалға барлығын, Енді менде сұрақ. Мақсат не, жігіттер? Ақша табу ма? Біріншілердің бірі болу ма? Халыққа қызмет деп айтсаңдар, енді қазір біреу сенет, біреу сенбейді шығар енді. Нақты мақсаттарың не сендердің? Мақсатымыз сол пайдалы бола отырып пайда табу ғой. Екі жаққа да, олар да пайда табады, біз де пайда табамыз деген сияқты. Әйтпесе құрғақ жалаң ұранға рас ешкім сенбейді ғой. Әрине. Тек қана халық үшін деп, халық үшін да бір нәрсе жасау үшін, бірінші өзің үшін жасау керек. кітап жазу үшін өз-өзіңе демеуші болу керек. Сен қазір басқа біреулерден бір нәрсе алатын болсаң, онда оның да сөзі соның ішіне кіру керек, немесе ол да қадағалау керек. Әрине. Еркіндік болу үшін, мысалы біз енді жасанды интеллект бар, YouTube, Instagram, TikTok, бұның барлығы шығармашылық. Ал шығармашылыққа еркіндік қажет. Ал еркіндікке жету үшін адам бір нәрсеге байланбау керек. Яғни мысалы біз қазір өз-өзімізге басшымыз, студиямыз бар, жобамыз бар деген сияқты, бұл жерде міндетті түрде ақша деген дүние қажет. Ақшаң болса партия құра аласың, ақшаң болса қазақтың болашағына инвестиция сала аласың. Қашан партия құрайын деп отырсыңдар? Осы жер қызық болып барады. Қажет деген партия ма? Қажет деген партия. Атының өзі негізі айтып тұр, қажетті. Бұның негізі ойланған адам біздің миссиямыз түсінеді деп ойлаймын. Неліктен? Себебі қараңыз, приложениядағы сабақтардың өзі ешқандай ұрланбаған, бір жерден жүктелмеген, барлығы өз студиямызда түсірілген, біріншіден. Одан кейін 10 бағыт бойынша 100-ден аса сабақ бар. Қазір өзі бір бағыттың өзіне 100 мың, 200 мың теңге төлейсің, мысалы. Каспимен сату, және жасанды интеллектің неше түрлі бар. Одан кейін бағасына қарасаңыз, сіз бір жылға подписка 10 мың теңге. Олай қарасаңыз, тегін ғой? Тегін, былайша айтқан кезде. Енді осы үш нәрсеге қарап-ақ, жігіттер шынымен де бір нәрсе бергісі келіп, және бір нәрсе алуы да дұрыс, хақылы деп саналы адамдар ойлайды деп өзіміз ойлаймыз. Жігіттер, былай қылайық. Менде бір ұсыныс бар. Біз енді мынау комментарий жазудан алдымызға жан салмаймыз ғой. Мысалы, барлығы біліп алған негізі комментарий жазудан бізді мықты екенімізді. Мысалға, Интерда біліп алды, реалда біліп алды, бәрі біліп алды. Былай жасайық. Қажеттің бағасы 10 мың теңге дедіңдер ма? Бір жылдық сабағың, Былай жасайық. Бірге бақылайық. Осы подкасттың астына ең қызықты 5 комментарий жазған адамға менің атымнан осы қажет бағдарламасы болсын. Сендерден 5 адамға мен сатып алып берейін. Болды. Бірақ анау шынымен қызық комментарий болу керек. Келістік па? Сізден 5 адам, және күшті жазған тағы 5 адамға бізде. Достар, 10 адам. Сонда 10 адамның ішіне кіруге болады ғой. Мүмкіндікті жібермек, достар. Шынымен қажет бағдарламасын айтып отқан жігіттерді мен бір толыққанды 100% сенбесем де бір күдік бар бәрібір де, ол күдіксіз болмайды. Тексеріп көргімге отыр да, өзімнің бір 5 адамды тық қояйын ішіне деп ше. Сондықтан достар, ең қызықты комментарий жазған адамға менің атымнан 5 адамға қажет бағдарламасы. Сендердің аттарынан 5 адамға, мағыналы, қызықты. Мағыналы, қызықты комментарий жазыңыздар, көрейікші. Және нені айтыңыз, уақыты, видео жариялағаннан қанша уақыттың ішінде жазу? Видео жариялаған келесі жылы жазып отпасын маған не видео жариялаған күні содан 72 сағат алайық. 3 күн, яғни 72 сағатымыз 3 күн 72 сағат алайық. Осы 72 сағаттың ішінде ең қызық 10 комментарий, 5-еуіне сендер бересіңдер, 5-еуіне қажет бағдарламасын мен беремін. Мысалға 100 мың теңге қарап тұрсаң, менен 50 мың теңге. Мысалға. Керемет. Болды. Келістік. Ал жігіттер, естідім, тыңдадым. Сәл сомнением бар сендерге, әңгіме жоқ, мойындаймын. Бірақ жалпы істерің алға бассын. Керемет, мықты шаруалар бастап жатыр екенсіңдер, ризамын. Жалпы сөздеріңе қарап, біздің Қазақстанға ел болашағы үшін жасанды интеллекттің керегін түсініп отырмыз. Мен ғана емес, көзқарақты көрермен де түсініп отыр деп білем.
Сұхбатқа келгендеріңе рахмет. Бұл бірінші және соңғы сұхбат болмасын. Себебі бұдан кейін де ашылуларың көп болсын, және соны келіп бізбен бөлісіп отырыңдар. Себебі шынымен де керек болады деп ойлаймын.